Облыс орталығындағы нөмірі 17-ші ұлттық өркендеу мектеп кешенінде биыл 140 бала алғаш рет партаға отырады. Аталмыш оқу ордасында да білім күнінде алғашқы қоңырау соғылып, салтанатты шара ұйымдастырылды. Жаңа оқу жылының басталуымен оқушыларды қала әкімі Марат Тасмағамбетов құттықтады. Бұл жайында толығырақ Аманжол Нұртазин тарқатады. Бұл бірінші сынып оқушылары үшін тебіреністі сәт. Салтанатты жиында сап түзеген балалардың бойларында қобалжу байқалады. Олар алғаш рет мектеп табалдырығын аттап, бірінші рет ұстаздарымен танысты. Биыл нөмірі 17-ші ұлттық өркендеу мектеп кешенінің бірінші сыныбында 140 оқушы білім алатын болады. Оқу жылының басталуымен бірінші болып қала әкімі Марат Тасмағамбетов құттықтады. Сіздерді білім күнмен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Тәрбиенің барлығы білімнен басталады деген сөз бар. Ол ғасырдан ғасырға жалғасып келеді. Сондықтан бүгінгі күн тек оқушылар үшін ғана емес, барша адамзат баласы үшін маңызды. Білім адамға өз өмір жолын таңдауда сенімділік, жеңістерге жету мен өз идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Нөмірі 17-ші ұлттық өркендеу мектеп кешенінде 1000-нан астам бала білім алып келеді. Оның 200 оқушысы 9 арнайы ашылған ұлттық сыныптарға тиесілі. Нурипа Мамиеваның ұлы Әбсаттар биыл мектеп табалдырығын алғаш рет аттады. Ата-ана үшін бұл күн маңызды. Көпбалалы анамын. Үлкен қызым 3-ші сыныпқа барды. Екінші ұлым 1-ші сыныпқа өтті. Мынау оқу жылы бұларға жақсы бағамен, жақсы деген немен қалай жақсы деп оқысын деп ниет білдіремін бұларға. Мереке күнінде арнайы концерттік бағдарлама әзірленді. Оқушылар білім күні жайлы тақпақтар айтып, ән шашулармен жиналған қауымды қуантты. Сондай-ақ оқу жылының жаршысы қоңырау дауысы да естілді. В этой школе я учусь 8 класса. Мен үшін білім күні ерекше мереке. Бұл мектепте мен 8-ші сыныптан бастап оқып жүрмін. Биыл Алтын мектебінен қанатқа қалып отырмын. Болашақта дәрігер болғым келеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуде биология пәнін таңдадым. Бұл сыннан сүрінбей өтетініме сенімдімін. Салтанатты шарада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Менің отаным Қазақстан» атты кітабы бірінші сынып оқушыларына табысталды. Кейін осындай атаумен барлық бірінші сынып оқушыларына ашық сабақ өткізілді. Аманжол Нұртазин, Азамат Жантурин, ақпарат.